Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағымыздың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім, ал сабағымыздың мақсаты зерттеулер негізінде өз өңірінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасау. Енді сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Табиғат сыры көп екен, меңгеруді қалайды, осының бәрін білдірген дүниетану сабағы. Жарайсыңдар оқушылар. Алдымен жұмыс ережесімен келісіп алайық, яғни сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз, сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз және де сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Енді өткен тақырыпты қайталау үшін мына сұрақтарға мұқият жауап берейік. Бірінші сұрақ: катаклизмнің түрлерін ата. Катаклизмнің қандай түрлері бар екен? Жарайсыңдар, келесі: олар бізге қалай әсер етеді? Тамаша, қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Жарайсыңдар оқушылар, келесі: климаттың адам өміріне қандай әсері бар екен? Әрине, сонымен қатар климаттың ауыл шаруашылығынан егін шаруашылығына да әсері бар екен. Ал алып мұз қабаты қашан еріді? Жарайсыңдар, 13 мың жыл бұрын. Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыз қандай шаруашылық түрімен айналысқан екен? Дұрыс айтасыңдар, мал шаруашылығы, егін, сонымен қатар аңшылықпен де айналысқан екен. Енді бүгінгі тақырыбымыз катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім деп аталады. Осы тақырыпқа байланысты мына сызбаға назар аударайық. Бұл сызбада не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл сызбада әртүрлі табиғат апаттары, яғни катаклизмдер көрсетілген. Енді осы сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сендер тұратын аймақтарда қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Соны айтып көрейік. Жарайсыңдар оқушылар. Жалпы катаклизм табиғи факторларға байланысты болады екен. Оны алдын ала болжап, күні бұрын дайындалуға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады екен. Енді су басу қаупі төнген жағдайда не істеу керек? Осы ережемен танысайық. Біріншіден, өзіңмен бірге тамақ, су, жылы киім, медициналық қорап, құтқаратын шеңбер, сіріңке, жіп және тағы басқаларын алу керек. Екіншіден, жоғарғы қабатқа көтерілу не үйдің төбесіне шығу керек. Үшіншіден, құтқарушылар келгенше отырған жерінде күту керек және де жалау, жарық түсіретін құрал немесе майшамды жағып, қай жерде екеніңді білдіріп, белгі беру керек екен. Осы ережелерді есімізге сақтайық. Келесі, дәптермен жұмыс жасаймыз, яғни дәптерде келтірілген катаклизмдердің анықтамаларын оқып, тұратын аймақта кездесетініне белгісін қоямыз. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді төтенше жағдайда өзіңді қалай ұстау керек? Айтып берейік, яғни мына суретке қарап, әртүрлі төтенше жағдайларда сендер өздеріңді қалай ұстайсыңдар? Соны айтып бересіңдер. Бұл суретте не берілген? Дұрыс айтасыңдар, әртүрлі табиғат апаттары берілген. Қане айтып көрейік. Жарайсыңдар оқушылар. Жер сілкінісі қаупі төнгенде адамдар үйден шығып кетуі керек екен. Жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шаралары суреттері дұрыс орналасқан ба? Яғни, мына суретке қарап, жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік шаралары дұрыс орналасқан ба? Осы сұраққа жауап беріп көрейік.
Яғни бірінші суретте теледидар радионы қосып хабарламаны тыңда. Екінші сурет суды, газды тоқтатып, электрді ажыратып, отты сөндір. Үшінші суретте тамақ пен суды герметикалық ыдысқа сал. Төртінші қажетті заттар мен құжаттарды ал. Келесі суретте эвакуациялық пунктке бар. Келесі төменгідегі қабаттағы есік терезелерді бекіту керек. Және соңғы құнды заттарды жоғарғы қабатқа апар дейді. Яғни осы суреттер дұрыс орналасқан ба, қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Енді қазір жеке жұмыс жасайтын боласыңдар. Ол үшін сендер мына сөйлемдерді толықтырасыңдар. Яғни бірінші сөйлем дауыл пайда болады. Дауыл қалай пайда болады? Соны жазамыз. Келесі өрт әкелуі мүмкін. Келесі су себеп болуы мүмкін. Және соңғы сөйлем жер бетінде орын алады. Осы бос орындарға сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Жарайсыңдар оқушылар, тапсырманы өте жақсы орындадық. Енді сергіту сәтін жасау үшін бір сөзбен әдісін қолданамыз. Ол үшін мен сендерге сөздер беремін. Сендер сол сөздердің ішінен бүгінгі сабақтағы жағдайларында сипаттайтын үш сөзді таңдайсыңдар. Яғни сөздер қуаныш, немқұрайлылық, шабыт, зерігу, сенімсіздік, сенімділік, рахаттану және алаңдау. Осы сөздердің ішінен үш сөзді таңдайық. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырмамыз жаднама жасау тапсырмасы. Яғни қазір біз топпен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін мен әр топқа табиғат апаттарын беремін, ал сендер табиғи климаттық катаклизмдер кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелер жаднамасын құрайсыңдар. Яғни бірінші топқа жер сілкінісі, екінші топ су тасқыны, үшінші топ орман өрті және төртінші топ дауыл. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі жұмыс жұптық жұмыс. Яғни мына екі жағдайға назар аударайық. Бірінші жағдай жаздың әдемі бір ашық күнінде табиғат аясына демалуға шықтыңдар. Кенет ауа райы бұзылып, жаңбыр жауды. Құрғақ шатырлар су жиналатын жерде қалды. Бұл жағдайда не істер едіңдер? Қанеки ойланайық. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі жағдай көрші ауылды су басқаны жөнінде теледидардан хабар берілді. Су басқан ауылға қандай көмек беруге болады? Өзіміздің пікірімізді айтайық. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Келесі ортақ тапсырма су тасқынынан зиян шеккен адамдарға арнайы сәлемдеме әзірле. Оған не саласың? Жарайсыңдар оқушылар. Енді бүгінгі сабағымызды бекіту үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз, катаклизмдердің алдын алу үшін не істеуге болады? Тамаша, бүгінгі сабақта қандай ережелерді үйрендік? Өте жақсы. Су тасқыны кезінде не істеуге болады екен? Жарайсыңдар оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін мен сендерге кесте беремін, ал сендер сол сөйлемдерді жалғастыру керексіңдер. Яғни берілген екі сөйлем. Біріншісі табиғи катаклизмдер дегеніміз не? Соны жалғастырамыз. Екінші сөйлем табиғи катаклизмдер кезінде өзін-өзі қауіпсіздендіру үшін не қажет? Жарайсыңдар оқушылар.
Ал енді үй тапсырмасында сендерге су тасқынына байланысты жоба құрастыру. Сау болыңыздар.